Selamünaleyküm çocuklar. Oturunuzlar. Vallahi bakıp geliyor onu diye topla bölüneriz. İlk saklı. Suda yiyince mayda yiyince dermencelik tavuk bölüşleri A vitaminoz, hipervitaminoz және hipervitaminoz. A vitaminozda akşam soğur, V1. A vitaminozun belirli ağırlığı S. A vitaminozdun kırkulak. D vitaminleri meşel ağırlıkları zeytin ağırlığımız tağımdық zatlar құрамындағы сідерменің анықтау және тақырып. Мақсаты азық-түлік құрамындағы сідерменің анықтау. Dərmənlərə bay tağamlar және оларды ажырату demek. Оқушылар, бірінші тапсырма бойынша кім дайын? Жақсы. Көптеген дәрімдер жеміс-жидектермен көкөністерде және біздің 4 күндік бағдарымызда алынатын сүт өнімдері мен ет өнімдерінде кездеседі. Ауырмау үшін және денсаулық жақсы болу үшін бізге с дәрумені өте көп қажет. С дәрумені барлық жеміс-жидектер мен көкөністерден алынған. Мысалға қара қарақат, құлпынай, шардалы, киви, қызыл бұрыш, өрік, аскөк, алма, орам жапырақ және тағы басқа жемістерден. Д дәрумені балық майы, самырық, құлақ, жұмыртқа және ет өнімдерінде кездеседі. В дәрумені ет өнімдерінде жұмыртқа, бауыр, нан, жарма секілді тағамдарда көптеп кездеседі. Және Е дәрумені астық өнімдері мен жаңғақтарда өте көп кездеседі. Өте дұрыс, жақсы. Отыра ғой. Жаңағы бірінші тапсырма бойынша бірінші топқа яғни ұпайын береміз. Оқушылар, енді екінші тапсырма бойынша сізге тапсырма берді, 3 тапсырма бар. Яғни бірінші тапсырма ағзадағы дәрумендер не үшін керек екенін талдау. Екінші сұрақ дәрумендердің түрлерімен және құрамында дәрумен бар азық-түліктерді бөлінген сызба түрінде бейнелеңіздер. Үшінші, қазіргі уақыттағы А витамині себептері туралы пікірлеріңізді айтыңыздар. Дайындық көреміз, балдар дайындаламыз. Қараймыз. Яғни, адам ағзасына дәрумендер не үшін қажет екеніне кім жауап береді? Жақсы, оқушылар. Бәрі, Қазақ Райхан, айта ғой. Дәрумендер тіршілік етуге қажет ерекше органикалық заттар. Дәрумендердің биологиялық белсенділігі өте жоғары. Барлық дәрумендер тек қана белгілі бір үдемелерді ғана емес, ағзадағы барлық үдемелерде кешкеннен әсер етеді. Дәрумендердің көпшілігі азық-түлік құрамында болады. Дәрумендерді 1980 жылы орыс дәрігері Люнин 1954 жылы дүниеге келген, ал 1937 жылы қайтыс болған. Ашта ол эксперименттік жолмен жануарлардың керегінің құрамында нәрліздар, майлар, көмірсу және су мен минералды тұздармен қатар дәрумендер болуы керек екенін дәлелдеді. Деген ол терминнің өзі 1912 жылы пайда болады. Ол дәрумендер арқылы латынның бас әріппен белгіленген. Мысалы, А дәрумені, Б дәрумені, С дәрумені және де Е дәрумені
оқушылар, енді екінші тапсырманың екінші сұрағына, екінші сұрағы дәрмендердің түрлері мен құрамында дәрмені бар азық-түлік өнімді сызба түрінде бейнелеңіздер. Қане оқушылар? Кім дайын? Гүлжайна, айта ғой. Дәрумендер суда немесе майда ерекшелігіне байланысты екі үлкен топқа бөлінеді. Суда еритіндер және майда еритіндер. Суда еритіндерде С, ПП мен В дәрумендері, ал майда еритіндерде К, Е, Д, А дәрумендері кездеседі. Суда еритін дәрумендер негізінен өсімдіктегі өнімдерде кездеседі, ал майда еритін дәрумендер көбінесе жануартекті өнімдерде болады. Ағза үшін қажетті дәрумендердің тәуліктік мөлшері шамамен 180-200 мг. Жақсы, бірінші топқа да өзінің бағасын берді. Келесі, екінші тапсырманың үшінші сұрағы қазіргі уақытта авитаминоз себептер туралы, яғни пікірлеріңізді айтыңыздар. Қане оқушылар, қайсыңыз дайын? Артық айтамын. Күнделікті пайдаланатын тағамдарда бір дәрумен жетіспегендіктен асқорыту зат алмасу жүйесі бұзылуы мүмкін. Және де соның салдарынан авитаминозизм орын алады. Авитаминозизм ол іш өту, құсу, зат алмасудың бұзылуынан тіпті өлімге де апарып соғуы мүмкін. Дәрумендердің шамамен көп пайдалану да ол ағза үшін өте зиян. Соның салдарынан гиперфагоцитизм орын алады. Гипофагоцитизм белгілері құсу, іштің өтуі, тердің шамадан көп уақыт бойы ақшылдақтардың пайда болуына және тағы басқа. Әдетте гипофиз дәрумендерді бақылауына ішуге байланысты туындайды. Өте жақсы көрсетеді. Так, үшінші топтыңды оқайын келеміз. Қазір зертханалық жұмыс жасаймыз, тәжірибе жүзінде көрсетеміз. Яғни біз азық-түлік құрамындағы С дәрумендерін анықтауымыз керек. Бізге шамамен 20 мг-дай шырын қажет. Кез келген түрі бола береді. Және 5%-тік йод керек. Не бізде көргіміз келгенде, яғни бұл жерде С дәруменінің бар екені көрініп тұр. С дәруменімен тотығып, бізде осылай реакция жүрді. Яғни көк түске боялды. Цитрус жемістерінің ішіне лимонды таңдадық. Оған 5%-тік йодты тамызып көреміз. Реакция жүргенін көрсете тұрамыз. Мінекей, бізде реакция жүріп жатыр, яғни бұл көк түске боялып, реакция жүзеге асты. Яғни С дәрумені бар екен. С дәрумені бұда да бар. Біз жеміс-жидектердің ішінен цитрустік апельсинді алып, үстіне 5%-тік йодты тамызамыз. Енді қазір біз реакция жүрген күтетін боламыз. Міне өстіп біздің апельсиніміздің түсі өзгерді. С дәрумені бар анықталды. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды, яғни мына баспалдақ бойынша сіздерге ашайын. Мысалға, бұл тақырып сіздерге ұнады ма балалар? Бұл тақырыпта не игере алмадыңыз? Бұл тақырып игергіңіз келе ме? Тақырып? Бұл қалай меңгеруге болады?
Әрекеттен көреміз. Бұл менің қолымнан келеді. Бұл мен бұны меңгердім. Меңгердіңіздер балалар? Бұл деген оңай. Оңай ма? Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз жақсы қатысқан балаларға ұпайлар береміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сізге көп рахмет. Кездескенше күн жақсы.